Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bawırlar, Allah'tan kalavымен İmam Gazali rahimahullah'tan еңбегі Eyyuhel Veled kitabından derslerimizde ermen qara жалғастыратын bolamız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel erba'atu allati yenbaghi laka en tef'alaha. Arasında саған жасауың қажет болған мына бір 4 нәрсе дейді. Әл-әуәлу, ең әуелгісі, ән тәжәлә муамалатака мa'Аллахи тағала. Өзіңнің мәмілеңді Аллах тағаламен араңдағы мәмілеңді жақсарт жаса, бихайсу былайша дейді. Ләу егерде амалака биха абдука, егерде сенің құлың қандай да бір амал жасаса, тәрда биха минху, және де сен сол амалынан оған разы болсаң, вәлә ядайқу хатирука алейхи, және де оған деген ешқандай өкпе ренішің болмаса, вәлә тағдоб, және де оған ашуланбайтын болсаң, сен де осындай амалдарды, яғни сенен Аллах тағала разы болатындай, саған деген ешқандай өкпе реніші қалмайтындай, саған Аллах тағала ашуланбайтындай амалдарды да сен де Аллаға деген амалдарыңды солай жаса дейді. وَمَا لَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ مِنْ عَبْدِكَ الْمَجَازِيِّ. Мысал ретінде құлыңнан сенің нәпсіңе бір нәрсе жақпай қалды. Яғни құлың істеген істен саған бір нәрсе жақпады. لَا تَرْضَى لِلَّهِ تَعَالَى مِنْكَ. Және де Аллах үшін разы болма дейді сен де сол нәрседен өзіңе. Яғни сен де құлың саған жақпай қалған бір нәрсе істеді ғой, сен де сондай нәрсені істеп қойсаң, сенің де ісің Аллах тағалаға жақпаған секілді, сен де өз-өзіңе разы болма. وَهُوَ سَيِّدُكَ الْحَقِيقِيُّ. Ол сенің шынайы, ақиқи еген ғой. وَالثَّانِي. Екінші, كُلُّ مَا عَامَلْتَ بِالنَّاسِ. Адамдармен жасаған әрбір мәмілеңді اجعل كما ترضى لنفسك منهم. Олардан өзің разы болатындай қыл. لأنه арасында لا يكمل إيمان عبد. Қандай да бір құлдың иманы толық болмайды қай кезге дейін, حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. Өзі жақсы көрген нәрсені басқалар үшін жақсы көрмейінше ол адамның иманы толық болмайды дейді. والثالث. Үшінші, إذا قرأت العلم أو طالعته. Егер де бір ілімді оқысаң және оны қайталасаң, ينبغي أن يكون علما. Ол ілімнің саған мынадай болуы қажет дейді. يصلح قلبك. Жүрегіңді түзейтіндей, ويزكي نفسك. Нәпсіңді тазалайтындай. كما لو علمت. Мына нәрсені білгенің секілді. أن عمرك ما بقي غير أسبوع. Арасында сенің өмірің бір аптадан аз қалды. فبالضرورة. Осындай бір зәру жағдайда لا تشتغل فيها بعلم فقه. Сен бұндай аз уақыттың ішінде фиқ іліммен айналыспайсың. والخلاف. Және де ғұламалардың арасындағы ихтилаф мәселелермен араласпайсың. والأصول. Усулмен араласпайсың. والكلام. Ақида іліммен араласпайсың. وأمثالها. Және де басқа да шариғи болсын, дүнияви болсын ілімдермен айналыспайсың ғой дейді. Не үшін? لأنك تعلم. Расында сен біліп тұрсың. أن هذه العلوم لا تغنيك. Расында бұл ілімдер саған жәрдем бермейді. Не үшін? Себебі бұл ілімдерді оқып қана қоя салу адамға пайда бермейді. Соған сай амал жасау қажет. Бәл керісінше тештағилу, шұғылданасың. бимурақабатил қалб. Жүрегіңді бақылауға ала бастайсың. ومعرفة صفات النفس. Және де нәпсіңнің сипатын білуге ұмтыласың. Яғни Аллаға ұмтылған ба, әлде құтырған нәпсі ме, сол нәрсені білуге ұмтыласың. وَالْإِعْرَاضِ عَنْ عَلَائِقِ الدُّنْيَا. Және де дүниеден бет бұруға тырысасың. وَتُزَكِّي نَفْسَكَ. Нәпсіңді тазалауға тырысасың. عَنِ الْأَخْلَاقِ الْذَمِيمَةِ. Жаман ақлақтардан. وَتَشْتَغِلُ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى. Және де Аллах тағалаға деген махаббатпен шұғылданасың. وَعِبَادَتِهِ. Және де оның құлдарына деген. وَالْإِتِّصَافِ بِالْأَوْصَافِ الْحَسَنَةِ. Және де көркем, жақсы сипаттармен сипатталуға тырысасың. وَلَا يَمُرُّ عَلَى عَبْدٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. Адамның, құлдың үстінен ешқандай күн менен түн өтпейді. إِلَّا تِقَّنَا
Ve yumkinu en yekune mevtuhu fihi. Sol aralıkta onun ölümü kelуі мүмкін. Яғни күндіз де түнде де адамның өлім қаупі келіп қалуы мүмкін мағынасында. Эйюхал валад, ей балам, исма' минни каламан ахар. Менен мына бір басқа сөзді есті. Ve tefekkер fihi hatta tecide khalasa. Және де осы нәрседен құтылуды тапқанға дейін осы нәрседе ойлан. Ләу егерде أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا. Расында саған бір аптадан кейін сұлтан зиярат етіп келеді деген хабар берілсе, яғлам біл أنك في تلك المدة لا تشتغل. Сен осы уақытта ештеңемен шұғылданбайсың. إلا тек қана шұғылданасың بإصلاح ما علمت. Өзің білген нәрселерді жөндеумен шұғылданасың. أن نظر السلطان سيقع عليه. Расында сұлтанның көзі неге түседі? Сол нәрселерді жөндеумен шұғылданасың. Минестияб, киіміңнен, вәлбәдән, денеңнен, вәддар, үйіңнен, вәлфурш, жиһаздардан, ғойриха, және де басқа да көзі түсетін нәрселерді жөндеумен шұғылданасың ғой дейді. Вәл-әні, ал қазір, тәфәккәр илә мә әшәрту бихи. Мен саған нені меңзеп отырғанымды ойлан. Фәиннәкә фәхимун. Расында сен түсініп тұрсың. Вәл-кәләмул фәрду якфил кайгис. Арасында ақылды адам үшін бір ғана сөз жеткілікті. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлай деп айтты. Инналлаха ла янзуру иля суарикум. Аллах тағала сендердің сыртқы бейнелеріңе қарамайды. Вәла иля а'маликум. Және де сендердің амалдарыңа қарамайды. Вәләкин алайда янзуру иля қулубикум. Сендердің жүректеріңе қарайды. Вә ниятикум. Ниеттеріңе қарайды. Вә ин аратта илма ахвалил қалб. Расында сен жүрегіңнің халін білуді қаласаң, фанзур иля ихяи вә ғойрихи мин мусаннафати ихя улумиддин. Және де басқа да менің еңбектеріме назар сал. Вә хазал илму фарду айн. Расында бұл ілім әрбіріне жеке парыз айн дейді. Яғни жүректің ахуалын білуі әрбірі үшін парыз айн. Вә ғойруху, және бұдан басқалары фарду кифая. Кифая парыз. Илля тиққана миқдара ма юадда бихи фараидиллахи та'ала. Тек қана Аллахтың парыздарын орындайтындай мөлшерді білу, ол әрбірі үшін парыз айн. Юаффиқакаллаху та'ала хатта тухассилаху. Және де осы ілімдерді, сол ілімдерге қол жеткізуіңе Аллах тағала саған жәрдем берсін. Вә рабиу, төртінші. Әллә тәжмәғ минәд дүния әксәра мин кифаятин сәнәтин. Расында бір жылға жететінен артық азық жинама. Кәмә кәна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам юидду ли бa'ди хужуратихи. Расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдерінің азығын, кейбір әйелдерінің азығын дайындап беретін еді. Вә қала, және бұлай дейтін. Аллахумма, Аллахым, иджал қута әли Мухаммадин кафафан. Я Аллахым, Мұхаммедтің әулетінің азығын жеткілікті қыла көр. Вәләм якун юидду зәлика ли кулли хужуратихи. Алайда бұл нәрсені әрбір ханымдары үшін әзірлеп бермейтін. Бәлкерсінше, кәна юиддуху лиман алима. Білген адамы үшін не нәрсені? Әнна фи қалбиха да'фан. Расында оның жүрегінде бір әлсіздігі бар екендігін білген адамы үшін әзірлеп беретін еді. Вә әмма мән кәнет сахибата яқин. Ал енді кімде-кім шынайы сенім иесі екендігін білсе, фәмә кәна юидду лаха. Оған әзірлеп бермейтін еді. Илля тек қана әзірлеп беретін еді. Қута яумин әу нисфин. Бір күндік немесе жарты күндік азығын ғана дайындап әзірлеп беретін еді.